Құрметті отандастар, қазақстандықтар, сіздерге бір өтінішім бар. Осы мынау өтейін деп жатқан 15 наурыз күні референдумға қатысуыңызды. Не үшін екен қазір түсіндіре кетейін. Сіздер мекен жайы мен тіркелген жеріңізге бюллетендер бөлінеді, дауыс беретін. Сол бюллетендерді егер ешкім қолданбаса, соларды өздері дауыс беріп жеру мүмкін сіздердің орныңызға. Сосын анандай байкот жариялайын, бүйтем сөйтем деген адамдарға айтарым бар. Байкотпен сіздер ештеңе істей алмаймыз. Біз бірлікпен осындай бірдеме өзгерткіміз келсе, ой, менің дауысым не істейді дегенді ондай әңгімені қойыңыздар. Бәріңіз міндетті түрде шығыңыздар да, кәмелеттік жасқа толған балаларыңмен бірге дауыс беретіндей, сондай деңгейге жеткен балаларыңызбен бірге барыңыздар, дауыс беріңіздер. Сол кезде ғана біз бірдеме өзгерте аламыз өзіміздің Қазақстанымызда. Жатып алмаңыздар үйде, менің даусым не береді деген секілді көп нәрсе береді. Сол үшін да барып нақты өзіңіздің ойлап жүрген неңізді иә немесе жоқ деп бересіздер. Ал маған келсеңіздер, қалай береді деп, мен оны алдыңғы видеоларда, бейне жазбаларымда айтып кеткем, қандай нететінімді, жауап беретінімді.